Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен шоколадты женттің рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге талқан қажет болады, және де ерітілген сары майымыз, қойытылған сүт, яғни сгущенка қажет. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Неке достар, қолмен ұстаған кезде дәл осылай бірігетіндей болу қажет. Егер бірікпей жатса, қойытылған сүт құйып жібересіздер. Мендегі рецепті мен барлығын тура өлшеп жазып қойдым видеоның астына. Дәл солай жасасаңыздар, міндетті түрде бір жасағаннан сәтті шығатын болады. Неке барлығын дәл осылай дөңгелектеп алдым. Енді тоңазытқышқа жарты сағатқа қалдыратын боламыз. Осы кезде біз шоколадты жасайтын боламыз. Шоколад менде Қазақстан шоколады. Және де оның үстіне сұйық май құямыз. Және 2 ас қасықтай сүт құямыз. Водяной ванняда ертіп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, водяной ванняда ертіп алған шоколадымызға талқандарымызды малып шығамыз. Және де жарты сағатқа холодильникке шоколадты қату үшін қойып қоямыз. Жарты сағаттан кейін алып дастарханға ұсынсаңыздар болады. Талқан, яғни жент біздің денсаулығымызға өте пайдалы, ешқандай зияны жоқ. Міндетті түрде балаларыңызға беріп тұрыңыздар. Өйткені баланы бір жесе бұл тоқ қылып жүреді. Неке арасы да үгітіліп кетпей бір тегіс болып шықты. Көріп тұрғандарыңыздай, сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.